Жігіттер, сұрақ. Қай күні пайғамбар салсамды ойлап ұйқың қашты? Мә, ол кісіге кездесем ба, кездеспеймін ба? Ертең қияметте ол адамдар жинап жатыр да, үмметтерін жинап жатыр да, сені жота шақырмайды да. Сен бөлек қап кеттің. Не болады жағдайың? Немесе пайғамбар салам саған келсе де шынымен келіп айтса, сен менің үмметімненсің ба? Я, әлбетте, я Расул салсам, мен сенің үмметіңненмін. Күніне қанша рет салауат айтатын ең десе, не деп айтам? Хотя пайғамбар салам түсімде көрсем деп ше. Жігіттер, сұрақ. Қай күні пайғамбар салсамды ойлап ұйқың қашты? Біз пайғамбар салсам қалай өйтіп ойлап ұйқымыз қашалады, біз оны танымаймыз ғой біз. Мысалы, кім таниды? Пайғамбар салсамның баласы Қасым өлген кезде не болды? Пайғамбар салсам баласы Ибрахим өлген кезде қандай оқиға болды? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Таифқа барғанда не болды? Мысалы, оқиғаларды пайғамбар салам өлер кезінде Фатима анамызға не айтты? Ол өлгеннен кейін Фатима анамыз Айша анамызға не айтты деген секілді. Осының бәрін біз білер едік, егер біз ол адам танысақ. Біз дұрыс пайғамбар салсам жақсы көреміз, бірақ бағанағы нәрсе біздің бүгінгі тақырыбымыз негізі шындық пен өтірікті өзіміздің ішімізде жүргенше ажыратып алу. Біз сезіммен жақсы көріп жүрміз. Сезім деген нәрсе бар ғой, бірақ сезім деген не ол? Алдамшы нәрсе да. Біз пайғамбар салсам жақсы көреміз деп ойлап жүрміз біз. Сөз жүзінде да, бірақ бізде іс жүзінде ешқайсысы жоқ оның. Расы да. Екіншісі, жігіттер, екіншісі Алланы шын жақсы көретін адамдардың дейді. Екінші сипаты Алланың сөзін бірінші орынға қояды дейді. Басқа еш нәрсе қызық емес. Құран ол адам үшін мынау дүниеде конституция, басшы, бірінші орында тұрған нәрсе. Біз жатар кезде соңғы рет TikTok пен WhatsApp'ты өшіріп жатамыз. Азанда тұрған кезде екеуін тексереміз, дұрыс па? Сен егер шынымен Құранға ғашық болсаң бар ғой, жатарда Құран жабылады. Азанда тұрған кезде бірінші Құраннан бастап ашылады.